12-ші тапсырма тікбұрыштың ұзындығы еннен 6 сантиметрге артық, периметрі 36 сантиметр болса, оның ауданын табыңдар. Бізге фигура берілген. Тіктөртбұрыш. Ұзындығы еннен 6 сантиметр артық. Мына ұзындығы, мынау ені. Енін мен білмеймін, неше екен? X деп алайын. А ұзындығы одан 6 сантиметрге артық дейді. 6 сантиметрге артық десе, значит, маған 6 қосылады. X қосу 6. Маған нені табу керек? Оның ауданын табу керек. S. S-ның формуласы бізде А көбейту Б. Бұл жердегі А деп отырғанымыз бізде ұзындығы, ол X қосу 6 болып тұр. Ал Б деп отырғанымыз ол X, ені. Бірақ бізге екеуі де белгісіз. Бірақ бізге периметр белгілі. Периметр деген не ол? Периметр деген барлық қабырғалардың қосындысы. То есть X қосу мына қабырға бізде X қосу 6. Қосу келесі қабырға ол бізде X. Қосу мынау астындағы қабырғасы ол да X қосу 6 ойынды. Мынаған тең 6. Значит, X қосу 6. И ол берілгені бойынша 36-ға тең. Енді қосайық. Мыналар бәрі 1x деп есептейік. 1x қосу 1x қосу 1x. Болады бізде 4x. 6 қосу 6 болады 12. Тең болады 36. 4x тең болады. Қандай санға 12-ні қосқанда 36. Әрине 24. 4x-ін 24-ке тең. X табу үшін мына жерде көбейту, сондықтан біз 24-ті бөлеміз 4-ке. Сонда x тен 6-ға. X деп біз енін алдық. Значит, b бізде 6, ал ұзындығы ол x қосу 6. То есть 6 қосу 6. Ол 12. Енді ауданы А көбейту Б. А-ның орнына 12 қоямыз. Б-ның орнына 6 қоямыз. 12 көбейту 6, 72. А варианты.